Медиация саласын жетілдіру арқылы дауларды шешудің баламалы тәсілдерін дамыту қажет. Бұл қоғам үшін өзекті. Сотқа дейінгі дау-дамайды бітімгерлік жолмен шешуде сотсыз татуласу орталықтарының рөлі орасан. Осы ретте өңірде облыстық медиаторлар форумы ұйымдастырылды. Форум кәсіби медиаторлардың біліктілігін шыңдап, тәжірибесін арттыруға мүмкіндік береді. Бүгінде облыста 700-ге жуық кәсіби медиаторлар тіркелсе, 500-ден астам қоғамдық медиаторлар бар. Олардың қай-қайсысы болмасын, тараптарды татуластыруда еңбек етіп келеді. Медиаторға сенімді диалог, өзара келісім, шешім қабылдау және кәсіби білім-білік қажет. Өз тәжірибесімен бөліскен мамандарға форум барысында құрмет көрсетіліп, облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Өзімнің қызметімен қоса 2 жылдай аса болды кәсіби медиатор қызметін атқарып келе жатқаныма. 2023 жылдан бастап 50-ге жуық өтінім қабылдадым. Өтінім қабылдаған ішінде көбінесе отбасылық мәселелерге байланысты, қаржы мәселесіне байланысты. Мысалға есебінде алатын болса, қаржы мәселесіне байланысты екі тарап келіп, келіссөз жүргізіліп, бітімгершілікке келсе, ол сотқа бармай, ол іс қысқартылып кетіледі.